Достар, сәлем. Бүгін сіздерге ерекше кешкі ас пеште піскен тауық еті мен күріш рецептін ұсынамын. Күріш шашыраңқы, тауық кітірлек болып піседі. Видеоны соңына дейін қарап, дайындап көруге кеңес беремін. Ең алдымен тауықты маринаттаймыз. Ол үшін оны бірінші жуып алып, кейін тұз, паприка, кептірілген сарымсақ, тауыққа арналған дәмдеуіш пен кішкене сұйық май қосып, барлығын жақсылап араластыру керек. Мінеки достар, осылайша тауықтың терісінің астына да маринатты әдемілеп жаққан абзал. Сол кезде ол жақсы сіңіп, тауықтың дәмі де керемет болып піседі. Енді бетін жауып 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Формаға орташа 4 бұрыш етіп туралған пияз, тәтті бұрыш, сарымсақ, дәміне қарай тұз бен бұрыш және кішкене сұйық май құйып араластырамыз. Ал қазір осы көкөністердің үстіне маринатталған тауық аяқтарын қойып, алдын ала 200 градус қызып тұрған пеште 40 минут пісіру керек. Ал ол уақытта күрішті жақсылап жуып, үстінен су құямыз. Тауық піскенше күріш осылай суда тұруы керек, сол кезде ол шашыраңқы болып піседі. Мінеки достар, тауық пісті, енді оны бөлек ыдысқа түсіріп алу керек. Тауықты алғаннан кейін осы көкөністердің үстіне күрішті салып, оны тегістеп аламыз. Достар, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ал енді жаңағы тауық аяқтарын күріштің бетіне саламыз. Соңында бетіне қайнап тұрған су құямыз. Су күріштің бетін шамамен жарты сантиметрге ғана жауып тұру керек. Бетін міндетті түрде фольгамен жабамыз. Осылайша 200 градус қызып тұрған пеште тағы 20 минут пісіру керек. Піскеннен кейін бетін бірден ашпай, тағы 10-15 минут күтіп, содан кейін ашып, бетіне ас көк сеуіп, дастарханға тартуға болады. Достар, өздеріңіз көріп тұрғандай күріш шашыраңқы болып пісті. Өте оңай, 1 сағатта дайын болатын керемет кешкі ас. Рецепт сіздерге ұнаған болса, лайктарыңызды аямаңыздар. Менің видеомды қарағандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.